Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика, менің YouTube арнама қош келіңіздер. Бүгін біз сіздермен шаян таяқшаларынан өте дәмді салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: шаян таяқшалары, піскен жұмыртқа, қияр, жүгері, майонез және де тұз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Енді шаян таяқшаларын, қиярымызды, жұмыртқамызды майда-майда кубиктерге бөліп аламыз. Мінекей достар, барлығын турап алдым. Енді оның үстіне жүгері қосатын боламыз. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Сосын үстінен майонезді қосатын боламыз. Барлығын қосып алдық. Енді араластырамыз. Осымен достар, біздің салатымыз дайын. Аз уақытта осындай дәмді әрі әдемі салат жасап шығардық. Ішіне қосқан заттарымыздың барлығының дәмі үйлесіп, өте дәмді болып шыққан. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Ендеше рецепт ұнаса, лайк басып менің арнама тіркеліп, қоңырау шанына басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.